қойса ше? Білмейді, әже апаммен сөйлесіп жатқан кезде біз білезікті іздейміз. Жарайсың, сен қорқпайды екесің, е? Тезірек табылса болар еді сол. Не дедің? Жай, желідегін айтып жатыр ғой. Міне келдік. Қазір ішке кірген соң бұзық болмаңдар. Мәдениетті болыңдар. Жарай ма? Жарайды. Жүр, кеттік. Сен тағы да олармен кітапханаға бардың ба? Айтсам сенбейсің, Аяла. Нені айтасың? Андағы апа бар емес па? Я, Құбыжық екен. Жоқ, яғни ол өзге ғаламшардан келген екен. есіңнен ауысайын депсің. Мен ол апаны көрдім. Ол кәдімгі адам. Жоқ, рас айтам. Нұрмұхамедтердің қайта-қайта барып жүргені содан екен. Олар апаны адам емес екенін дәлелдеп, үлкендерге ескертпек болыпты. Оларға ешкім сенбей жүрген еді. Енді мен сенем. Әрине ешкім сенбейді. Себебі олар әбден қиялға берілген. Енді сен де оларға қосылдың. Маған неге сенбейсің? Ертеңгі күні мектебімізді өзге ғаламшарлықтар жаулап алып, барлық адамзатты, барлық оқушыны қырса ше, не істейміз? Мектебімізді жойып, бізден түк қалмайды ғой. Ондай тек кинода болады. Оның үстіне мен басымды қатырмай баршы. Қаһарман сымақ. Әлемді құтқарсай. Құтқарамын, сен тәкаппар мінезіңнен. Ешкімді көрмейсің. Тек өзіңдікін дұрыс санайсың. Ертеңгі күні жақындарымызға бірдеңе болып жатса, дәл осылай тұратының анық. Сенімен араласқанша, аяр олармен әлемді құтқарған әлде қайда артық. Мен кеттім. Түрін қарашы мынаның. Оларды екінші маған атама. Бар солармен дос бола бер. Енді саған көшіруге бермеймін. Қарада тұр. Енді сені сабағыңды көшірмеймін. Өзім орындаймын. Қарашы бұны. Аяру бәрін өзіне дос қылып апты ғой. Келгеннен бері адамдарға көрінбейсіз. Өз-өзіңізбен жүргенге қарағанда адамдармен араласуды ұнатпайсыз ау шамасы. Мынау кітапхананы жүргізеді ғой деп қуанып қалған едік. Жұмыс істеп тұрған түрі жоқ. Не істеп жүрсіз өзі? Сізге не керек? Не үшін келдіңіз? Мына балалар сіздің ауырып қалғаныңызды айтып еді, сол сіздің жағдайыңызды сұрайын деп. Оның үстіне өткенде сізді ренжітіп қойыпты. Соны сізден кешірім сұрайын деп келгенбіз ғой. Апа, кешірмеші. Білезікті? Менде бәрі дұрыс. Енді қайтыңыздар. Асықтырғаныңыз не? Көмек керек болса айтсаңызшы, біз көмектесеміз ғой. Тек кітапханаға рұқсатсыз келе бермеңіздер. Сол көмектерім. Кетіңдер деген соң, кетіңдер енді. Ойбай! Сіз не? Кітапханаға ақылды үй орнатқансыз ба? Бұл не, баян ба? Баян? Есікті жапшы. Не айтып тұрсыз? Мә, сіз заманауи адам екенсіз ғой. Мұна кітапхананы заманауи стильде орнатып жатырсыз ба? Мықты. Мен де балама ақылды үй жасатып алмасам ба? Кімге істеттіңіз, білсек бола ма? Әже, қайтайықшы. Қайтамыз, қазір қайтамыз. Мұна кісіні жалғыз тастап кетпейік та енді. Өздерің ғой келеміз деп қоймаған. Енді міне келдік. Не болып қалды? Ойбай құрсын, тыныштық керек. Жүріңдер кеттік. Не ғой, сіз тезірек сауығып кеттіңіз, жарай ма? Біз әлі де жиі келіп тұрамыз ғой, жағдайыңызды біліп. Жарай ма? Жүріңдер. Сенің кесірінен телефонымыздан айырдық. Енді білезікті ғана емес, телефонды да қайтару керек. Неге мені кінәлайсың? Өздерің ғой берген. Ата-анамыз ұрсатын болды. Телефонды қалай аламыз? Сен кінәлісің. Сен қорқақсың, андайсың, мұндайсың деп тек мазақ қыла бересіңдер. Айттым сонда бармай-ақ қояйықшы деп. Жоқ, бару керек, көру керек. Я, енді телефонымызды не істейміз?
Ой, қойшы, аласың сол телефоныңды. Барасың, бармайсың, кім сені мәжбүрледі? Сен ғой бәрімізді мәжбүрлеген, бармасаң болмайды деп. Бұдан кейін өз мәселеңді өзің шешіп ал, маған тезірек телефонымды қайтарып бер. Керек болса өзің алып ал. Ей, достар, сабыр сақтаңдар. Не болып жатыр? Кеше кітапханаға барғанбыз. Апа телефонымыз тартып алды. Ой, біз де бардық. Біздікі де сонда қалды. Телефонымызға түсіріп аламыз ба деп едік. Жамақ қойткенше апа телефонымыз цехымен алып қойды. Енді не істеймін? Телефонсыз қалай күн көремін? TikTok, Instagram бәрі кетті. Апаға қайта рахмет айт, мына жарық әлемді танисың. Көрер едім өзіңді, телефоның жоғалғанда. Мен сен сияқты желіні көп қарайтын адам емеспін. Не болса да тезірек телефонымды әкеп бердің. Нұрмұхамед дұрыс айтады. Сен кінәлісің. Сен бізді мәжбүрлеген. Дидар, Нұрмұхамед, тоқтай тұрыңдар. Не болды? Гаджет керек пе? Әрине керек. Онда менде жақсы жоспар бар. Қосылыңдар. Жоспар барыңа тойып кеттім ше. Не деген бітпейтін жоспарлар? Егер жоспарға қосылам десеңдер, телефондарыңды аласыңдар, сосын барлығымыз балмұздақ жейміз. Балмұздақ? Шоколадты ма? Я, шоколадпен де бар. Мен келістім. Осы соңғысы болсын, тек телефон үшін. Достар, мен бар болғаны Алтынайдың білезігін тауып бергім келді. Достығымыз тым ыстық. Олар сол кітапханада бір өзге ғаламшылықтарды өмір сүреді дейді. Айтпа, есінен ауысайын депті. Сол үшін телефонда астау керек болды ғой. Естідің бе? Ғаламторда бір бала бейнелерді көп көре беріп, есінен ауысып, психикалық ауруханаға түсіп қалыпты. Я, естігем. Онда біздегі балалар да естісе, бәрі ауруханаға түсейін деп тұр ғой. Соны айтам. Сенен маған осы қала супер жеті. Себебі мен супер бала супер жеті. Мықтылардан мықтымын супер жеті. Темірден де қаттымын супер жеті. Сенен маған осы қала супер жеті. Себебі мен супер бала. Апа кітапханадан шықты, аулаға қарай бет алды. Жоспарымыз басталды. Кеттік. Біздің гаджеттер. Кеттік алайық. Не деген қорапшамның үстінде қызыл түймесі бар екен. Ашып көрейік та. Аха. Ей, мына оңбаған балалардың не істеді мынаны? Үстерін раши бұлардың. Абайлаңдар, апа кітапханаға бара жатыр. Қабылданды. Кеттік, шығып кетейік. Супер жеті, мықтылардан мықтымын супер жеті. Темірден де қаттымын супер жеті. Сенен маған осы қала супер жеті. Себебі мен супер бала супер жеті. Мықтылардан мықтымын супер жеті. Темірден де қаттымын супер жеті. Сенен маған осы қала супер жеті. Себебі мен супер бала.